Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті шәкірттер. Бүгінгі өтетін сабағымыз сукундунун және тәнвинге қатысты 4-ші ереже ихфа сабағы. Ихфа әріптері 15. Олар т, th, jim, dal, ذل زي سين شين صاد ضاد طا ظا فا قاف кәф. Енді қашан ихфа болады дейтін болсақ, сукунды нун немесе тәнвин осы 15 әріптің біріне жолыққанда, сукунды нун немесе тәнвинді осы 15 әріптің шығатын жеріне жасырып, танау арқылы оқуды ихфа дейді екенбіз. Мысалы, мына жерде тәнвин фә әрібіне жолық тұр. Фә ихфа әрібінен болғандықтан тәнвинді фә әрібінің шығатын жеріне жасырып, танау арқылы ыңылдап оқиды екенбіз. Ақиран фәхәбли деп емес, ақиран фәхәбли деп танау арқылы шығарып оқиды екенбіз. Мин қабылу емес, нунды қаф әріпінің шығатын жеріне жасырып, мин қабылу деп оқиды екенбіз. Мин дунихи деп емес, сукунду нунды дәл әріпінің шығатын жеріне жасырып, мин дунихи деп танау арқылы шығарып оқиды екенбіз. Құрметті жамағат, бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Келесі дәрісімізде кездескенше сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.